Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар? Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Алаш партиясы Жан Шыңғыс. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда біз 3 жылдан астам саяжай тұрғындарының мәселесімен айналысып жатырмыз. Бұл жерде саяжайда ең негізгі мәселе халқымыздың, осы жерде тұрып жатқан азаматтардың азаматтығына байланысты және құжаттарына байланысты үлкен қиындықтар туындап жатыр. Бүгін осы саяжайда тұрған және өзіміздің Қазақстанға келген отанымызға қандас апайымыз келіп жатыр. Бұл азаматшаның жағдайы осы жергілікті атқарушы биліктің сауатсыздығынан және де біліксіздігінен туындап отырған мәселе. Соны осы сұхбат арқылы көрсеткіміз келеді. Саламатсыз ба апай? Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы. Сізде болған мәселені қысқаша айтып берсеңіз, қай жыл Қазақстанға келдіңіз және де қандай құжатқа байланысты қиындықтармен ұшырастыңыз және қазіргі таңда сізге осы айтып отырған құзыретті әкімшілік тарапынан қандай заңсыз әрекет болды? Соны айтыңызшы. 2011 жылы көшіп келдім Қазақстанға, Өзбекстан Республикасынан. Қазіргі күнде Алматы облысы Іле ауданы Байсерке поселкесінде тұрамын. Кеше өткен аптаның 4-ші күні маған Өтеген Батыр кентінен пенсионный фондтан звондаған. Сіздің аты жөніңіз Байшүкірова Ақтенге Абылқасимовна ма деп сұрады. Иә дедім. Онда туылған ай күніңізді айтыңызшы деді. Туылған ай күнімді айттым. Онда жеке куәлігіңізді алып бізге келіңіз деді. Барсам, апай сіздің вид на жительство алған неңізде, статусыңызда қайтыс болғандар қатарында тұрсыз дейді. Мен қайтыс болғандар адамдардың қатарында тұрған болсам, осы күнге дейін менің бір басымда 2 кредит бар. Не себепті ол банктер көрмейді. Енді осы күні кеше жақында ғана біліп отырмын қайтыс болғандардың есебінде тұрғанымда. Сонға бар деді. Сонға барсам, біздің кінәміз емес, еңбекші Қазақ ауданының сонына барасың деді. Бұл жаққа барсам, эмелигационныйға барасың деді. Эмелигационныйға барсам, оны Тараз қаласынан алғансыз, Жамбыл облысы Қаратау қаласынан вид на жительствоны сол жақ шешеді деді. Мен сол жақтан сіңілімнен звондап сұратып, эмелигационныйға жібертіп, барып тексертсем, ол кісі рас па, тірі ма, я болмаса өлі ма, соның документін жеке куәлігін алып келу керек дейді. Ал мен сол тірі болмаған жағдайда Тараз қаласынан сол вид на жительствоменен келіп, еңбекші Қазақ ауданына тіркелдім 2013 жылы. Сол жерден азаматтық алдым мен. Өзбекстан паспортымен вид на жительствоны сол азаматтықты алғаннан кейін сол еңбекші Қазақ ауданының сонында қалды. Осы күнге дейін неге білмейді, не себепті мен қайтыс болғандар адамдардың несіне тізіміне кіріп жүрмін. Енді соған байланысты біздің түсінгеніміз, ешқандай құзыретті орган өздерінің кінәларын мойындап жауап бермей отыр. Сізге айтып отыр, сізді біз Өзбекстанға келген жеріңізге жіберіп, сол жерден нақтылаймыз деп. Сонда бұл қалай болған? ЗАГСке запрос жібереміз, сол жақтан белгілі болады, сіздің тірі емес екеніңіз дейді. Тірі болмаса мен қайдан шықтым, сонда бүкіл документі қолымда. Олар қалай ЗАГСқа запрос жібереді, егер сіз ол жақтан толықтай құжатыңыздың бәрін өткіздіңіз, Өзбекстан паспортын, сіз уже қазіргі таңда Қазақстан Республикасының азаматысыз құжатыңызды көрдім. Ондай болатын болса, сіз сұрақ туындап тұр. Сонда бұл кісі Қазақстанға келгеніне 10 жылдан асты, қазіргі таңда Қазақстанның азаматы, тіркеуі бар, сонымен қатар бірнеше несие алған. Сонда Іле ауданы қалайша бұл тіркеуге тұрған азаматты өлімін көрдік, халықпен жұмыс істей алмайды, жергілікті атқарушы билік, оны мойындауымыз керекпіз. Қазіргі таңда көптеген азаматтарымыздың құжаты жоқ болып отырғаны, азаматтығы жоқ болып отырғаны және де тіркеуі жоқ болып отырғаны осы жергілікті атқарушы билік өкілдері, ауылдық әкімдер, аудан әкімдерінің жұмыс беріп. Міне мына кісі алдымызда отырған апайымыз міне жақында осы айдың ішінде бірнеше айда зейнетке шығу керек. Зейнетке шығу керек болған, қазір қиындықтар туындап отыр. Бұл кісі өлген адамдардың қатарында статус солай болып отыр. Енді ертеңгі күні бұл кісіде осы біліксіз азаматтардың кесімінен осындай қиындықтар туындап отыр. Осының бәрін біз шешу үшін Алаш партиясымен бірге үкіметтің осы саяжайға көңіл бөлгенін аса назар аударып. Сіз енді 2007 жылдан бастап Қазақстанға келіп құжат алып, азаматтығыңызды алыпсыз. Және де көптеген қиындықтар туындапты. Сіздің ойыңыз қандай жерде қиындықтар туындайды біздің өзіміздің көші-қон полициясында ма, немесе Өзбекстанның елшілігінде ма, не істеу керек бізде? Қалай ойлайсыз?
Өзбекстанның елшілігінде көп қиындық болғанда, мынау Қазақстанға келіп азаматтық алу үшін қағазбастылық көп. Қағазбастылық бір күні әкел деген справкасын апарсаң, ертесіне бұл емес басқасы болу керек дейді. Жалпы айтқанда қағазбастылық көп. Бір айтқан справкасын 2-3 рет әкелгізеді. Мынаның сроғы өтіп кетті, мынаның күні өтіп кетті деп сылтауратып, кейінге шегере береді. Сол шеттен келген қазақтарымыз сандалып, тоз-тоз шығып, қағазын құшақтап жүре береді. Қағазбастылық көп жалпы айтқанда. Сол қағазбастылықты азайту керек, меніңше. Сол қағазбастылықтан біз де өткенбіз. Бала-шағамызбенен бәріміз біз де өткенбіз. Айлап, неше айлап жүрдім. Мен өзім жүрдім. Орта білімім болған себепті, балдарым кішкентай немерелерімен отырып қалды, сосын мен өзім жүрдім. 3 ай, 4 айдың көлемінде жүрдім. Оралман куәлік алдым. Оралман куәлікті алып болғаннан кейін, оны маған айтқан жоқ, пәлен күн шектеулі күні бар, шектеулі айы бар деп айтып түсіндіру керек. Айтқан жоқ, осы болды екен деп біз жүре бергенбіз, қазақшылыққа салып. Ол оралман куәлікті де 3 айдың ішінде вид на жительство дейді, кәдімгі. Уақытша тұрғылықты куәлігіне тапсыруымыз керек екен. Ал менің оралман куәлігімнің сроғы өтіп кеткен, 4-ші айда барып қана маған айқайлап, сол көп қиындықпенен сол вид на жительствоны алғанмын. 2012 жылы алғам. 2012 жылы алып болып артынан, онда көп негізінде осы Қазақстанда тұрақтап қалатын болсам, көп созып, қолыңа көп ұстап жүре керек емес екен. Азаматтыққа тапсыру керек екен. Оны да бізге айтқан жоқ. Әркімменен жүріп, сол документ басты болып, қағазбастылықпенен жүрген, бір-бірімізбен сөйлесіп, сол уақытта адамдармен бірге сөйлесіп, сол уақытта барып, мен тапсырғам. Түсіндім. Мен қазір арыздарды көріп отырсам, көп азаматтар жаңағы құжат жинау кезінде қиналады екен. Мына біздің Өзбекстанның елшілігіне барып сіздер біраз құжат алуларыңыз керек. Ол елді мен білуімше, бізде біраз азаматтарға осы азаматтық бойынша көмектесіп жүрген партиямыз. Қазір арыздарымыз өте көп. Қазір еңбек қазақ бойынша біз көші-қон полиция қызметкерлерімен келіссөз жүргізіп, сындарлы диалогпен бірге қоян-қолтық жұмыс істеуге келістік. Мен үміттенемін, еңбек қазақ ауданының көші-қон полициясы да бізді қолдайды деп. Біз өйткені елге жаны ашитын азаматтармен бірге жұмыс істеуді мақсат тұтып отырмыз. Біз еліміз бір, халқымыз бір деген мақсатпен жүрміз. Солардың айту бойынша жаңағы елшілікке барған кезде мерзімін көрсетпейді, сол жақтан анықтама алу қиындайды екен. Анықтама алу қиын болады. Сонда қалай ол жерде елшілікте отырған азаматтар, сіздер енді бұрын Өзбекстан азаматы болдыңыздар, сіздермен сөйлеспей ма, немесе құжаттарыңызды қабылдамай ма, немесе ақша талап ете ме, қандай қиындықтар бар сізде? Толығымен түсіндіріп айтпайды. Қолыңызға берген қағазды толтырып келіңіз дейді. Қай жағын толтырасың оны? Қалай не қыласың? Қай күнде әкеліп тапсыру керексің, оны айтпайды. Қолыңа қағазды түсіріп жібереді да, қолыңа береді қағаз. Ана көрсетіліп тұрған недегі экранда көрсетіліп тұрған нелерге қарап толтыра берің дейді. Сауатың жетсе толтырасың, сауатың жетпесе, сол қағазбастылықпенен жүре бересің. Біз мынандай ұсыныс қазір қолға алып жатырмыз, президентке үкіметке шығайық деп. Осы азаматтардың азаматтық алмаған өзіміздің қандас бауырларымыздың құжатына байланысты қиналып жүргенін ескере отырып, көп арыздар түсіп жатыр азаматтыққа байланысты. Қазір оның бәрін біз реттеп, міндетті түрде аз мерзімде азаматтықтарын алып беруіміз керекпіз. Өйткені білесіз, құжатқа барып бәрі тіреледі. Азаматтығы жоқ болса, ол азамат толықтай мемлекет тарапынан көмек алмайды, жұмысқа тұра алмайды, денсаулығына байланысты көмек ала алмайды, бала-шағасына оқыта алмайды. Барлық мәселе құжатқа келіп тіреледі. Біз мынандай ұсыныс жасап отырмыз. Осы Қазақстанға келгісі келіп азаматтық алғысы келетін қандастарымыз сол елде тұрып, сол жердің елшілігінен бастап өздері арыз тапсырса, басқа дамыған елдер сияқты, сол жерден бастап құжаттарын жинаса, ол кісілер мына жерге келген кезде тек қана жаңағы уақытша тұрғылықты вид на жительствосын ғана алады, одан кейін азаматтығын алады. Осыған сіз қалай қарайсыз? Өте дұрыс болады. Халықтың жағдайына да жайлы болады. Қағазбастылықтан айырылады халық. Дұрыс айтасыз, қазір бізде цифрлық технология деп жатырмыз, бірақ дамыған елдерге қатарына қосылып жатырмыз дейміз. Іс жүзінде келген кезде ондай жоқ, өкінішке орай. Қазіргі таңда саяжайда тұратын азаматтарымыз тек қана саяжай мәселесіне ғана емес, құжат мәселесіне келген кезде қиналып отыр. Сондықтан біз осы эфирімізді осы азаматтық мәселесіне арнап отырмыз. Рахмет сіздерге, сіздермен болған Алаш партиясы. Сау болыңыздар.